Қайырлы күн балақайлар. Бүгін біз сіздермен Activity Book'тың Lesson 5 Part 2 екінші бөлім 5-ші сабақты өтетін боламыз. Exercise 1. Circle the same, choose дейді. Белгіле және дөңгелекте дейді. Мұнда қарадық. Бірінші суретте көрсетілген, кішкентайларын белгілегенде біз алдыңғы өткен тақырыпта big small деген big үлкен, small кішкентай. Енді мына жерде small'ды белгілегенде кішкентайларын бәрін белгілеп шыққан. Екінші суретке қарадық. Екінші суретте бізде пенал, pencil case қараймыз. Бұл жерде біз old'ды белгіледік. Old деген ескі, new деген жаңа. Old бізде міне, осылай белгілейміз. Үшіншісін қараймыз. Long деген мінекей ұзын, short деген қысқа, Төртіншісінде big, small деген, big деген үлкен, small деген кішкентай. Small'ды белгіледік, ең кішкентайын таптық. Немесе біз керісіншесінен белгілесек болады. Мысалы, new. Жаңасын айтамыз да, жаңалардың бәрін белгілеп шығамыз, old'ты қалдырамыз. Енді келесі, exercise 2, екінші жаттығу. Look, read and write дейді. Қара, оқы және жаз дейді. Мұнда қараймыз екі суретке. Біріншісінде a big pencil case дейді. Pencil case дегеніміз бізде пенал, big дегеніміз үлкен пенал. Суретке қараймыз. A суретке қараймыз, B суретке қараймыз. A суретте пеналымыз үлкен ба? Салыстырамыз. A суретте үлкен, яғни мына жерге A деп жазамыз. Келесі, үшінші, a long ruler. Long деген ұзын, ruler деген сызғыш. Енді қараймыз, мына суретке қараймыз, сызғышқа, мына суретке, яғни мына суретті белгілейміз, B. Мұнда B деп жазамыз. Келесі, төрт, small school bag. Small деген кішкентай, сумка, қараймыз, мына суретке. Бізде кішкентай мына суретті, яғни A деп жазамыз, Бесте, a short pencil. Short деген қысқа. Pencil деген қалам, қараймыз, мына суретке. B суретінде бізде қысқа екен, яғни B деп жазамыз, A small rubber. Rubber деген өшіргіш, Кішкентай өшіргіш бізде қайда қараймыз? Міне өшіргіш. Яғни B варианты,